Ертеде көне айрақты тауының етегін жайлаған кіші жүздің ішінде Аладдин секілді бір бейбақ өмір сүріпті. Екі қолға бір күрек таба алмай, қайда барса қорқыттың көріне тап болып, жүрген ол жұмыстан да шығып қалған еді. Тағдырдың тезіне қапа болып, өмірдің қиындығынан шаршаған бейбақ сиқырлы шам тауып алуды армандапты. Енді қалай болар екен? Жұмыстан да шығып қалдым. Бұл тұғырықтан қалай шығар екен? Жаратқан ем, осы теңіздің жағасында алдымнан сиқырлы сақина ма, жиннің құмырасы ма, әлде алтын балық па, білмеймін, әйтеуір бірдеңе тауып алайыншы. Менің тілегімді лезде орындай қоятын бір көмек жіберші. О, Құдай! Ләппай тақсыр, қандай көмек керек? Мен сотқа арыз жазайын деп едім. Мені жұмыстан шығарып жіберді. Қайтадан алсын. Жоқ, олай болса ең бірінші Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 159-160 баптарына сәйкес жұмыс берушінің еңбек тәртібі комиссиясына арыздану керек. Мен жұмысқа орналастыру туралы сотқа арыз жазамын. Жоқ, асықпа. Сотқа берген талап арызды алдымен Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі мен жоғарғы сот нормативтік қаулысы бойынша жұмыс берушінің бұйрығын заңсыз деп тануды және жұмысқа қайта орналастыру туралы талап арыз бересіз. Талап арызым дайын. Ертең сотқа апарып беремін. Ертеңді күтіп сотқа барудың қажеті жоқ. Интернет байланысы арқылы сот кабинеті сервисіне жүгіну керек. Интернет арқылы талап арызды және дәлелді құжаттарды тіркейсіз. Шешімнің қарар бөлігі жария етіледі. Шешім Қазақстан Республикасы атынан Азаматтық процестік кодексінің 223-226 баптарын басшылыққа ала отырып, сот шешім етті. Талап қоюшы Аладдиннің талап арызы қанағаттандырылсын. Хандықтың бұйрығы заңсыз деп танылсын. Аладдиннің бос жүрген күндері үшін жалақы өндірілсін. Уа, ағайын адамзат, бұл дүние екінің біріне ертеге емес. Егер сіз заңды білмей, жалпақ тілмен от көсей берсеңіз, өз құқыңызды қорғай алмайсыз. Заңды білу заман талабы. Әркімнің сиқырлы шамы білімі, ынтасы мен талабы.
ендеше заңды белден баспай білімді болуға асығайық.